Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер, Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып қосымша білім беру бойынша ваучерлық қаржыландыруды енгізу. Спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Сенғазиев Қасымхан Сенғазыұлы, Астана қаласы білім басқармасының басшысы. Ағзамов Азамат Қазезұлы, Астана қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары. Қамзин Нуран Амангелдіұлы, Астана қаласының мәдениет басқармасы басшысының орынбасары. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию на тему внедрения ваучерного финансирования дополнительного образования. Хочу напомнить зрителям, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире нашим спикерам, а также оставляйте свои вопросы на наших аккаунтах в соцсети. Ендеше бастаймыз, құрметті Қасымхан Сенғазыұлы, қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, ата-аналар және қала тұрғындары. Біздің кездесуіміз елордадағы қосымша білім беруді қаржыландырудың ваучерлік жүйесіне көшуге арналады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, балаларға қосымша білім беру жүйесін жетілдіру бойынша бірқатар шараларды қабылдануда. 2021 жылдан бастап қосымша білім беру мемлекет тарапынан қаржыландырылуда. Бүгінгі күні Астана қаласында 54 мыңнан астам оқушы шығармашылық үйірмелерге, спорт секцияларына және дамытуға бағытталған сабақтарға тегін қатысуға мүмкіндікке ие болды. Жобаға балалар ауқымды түрде қамтылып жатқанын қарамастан, жергілікті жерлерде жүйелі мәселелер анықталуда. Ата-аналар тарапынан кезектіліктің ашық болмауы, өтінімдердің қайталануы, таңдайтын ұйымдардың шектеулі болуы, кейбір жерлерде көрсетілген қызметтердің сапасына бақылаудың болмауы сияқты мәселелері жиі айтылады. Сонымен қатар, тиімсіз шығындар, қамту көрсеткішін төмендігі және мемлекеттік тапсырысты бөлу кезінде немқұрайлы қарау жағдайлары да анықталуда. Осыған байланысты әрбір балаға бір үйірме немесе секцияны тегін баруға мүмкіндік беретін электрондық ваучер беру арқылы ваучерлік қаржыландыру енгізу туралы шешім қабылданды. Бұл пилоттық жобаға Астанадан бөлек 5 өңір қатысуда, ол Шымкент қалалары, Ақтөбе облысы, Атырау, Қарағанды, Қызылорда облыстары да осы ваучерлік жүйеге пилоттық жобаға қосылуда. Ваучерлік қаржыландырудың жаңа моделіне бірқатар негізгі шешімдер мен бағыттар енгізілуде. Атап айтатын болсақ, біріншіден, қосымша білім беру саласында қызмет көрсететін барлық ұйымдар, олардың қызметі заңнамада белгіленген талаптарға сай болған жағдайда мемлекеттік тапсырыс алуға үміткер бола алады. Енді ұйымдар белгіленген құжаттарды тіркей отырып, мемлекеттік цифрлық платформаға қосылады. Бұл олардың қызмет көрсетуге берген өтінімі болып табылады. Осылайша ұйымдардың мемлекеттік тапсырысқа қатысу мүмкіндігі артып, балалардың қосымша білім беру қызметтеріне қол жеткізу ауқымы кеңейеді. Екіншіден, кезек қалыптастыру тетігі толығымен қайта құрылатын болады. Бүгінде өздеріңіз білетіндей барлық санаттағы балаларға арналған бірыңғай кезек бар. Жеңілдік санатына жататын балалар кезекке тұрған сайын кезек қайтадан қалыптасып, бұрын тіркелгендер артқа шегіледі. Бұл жағдай ата-аналардың кезекке деген сенімсіздігін тудыртады. Пилоттық жоба аясында балалар әлеуметтік жағдайына қарай 12 санатқа бөлініп, әр санат үшін жеке кезек болады. Бұл жағдайда кезек бұрынғыдай қайта қалыптаспай, тек алға жылжиды. Ата-аналар өз баласының кезегін цифрлық платформа арқылы қадағалай алады. Үшіншіден, біз жаңа жүйенің басты қағидатын, яғни ақша баланың соңынан жүреді деген ұстанымды қамтамасыз етеміз. Қызмет нақты көрсетілгеннен кейін ғана қаржыландырылатын болады, яғни төлем тек нақты қатысқан күндер үшін ғана жүргізіледі. Қатысу күн сайын цифрлық платформа арқылы тіркеледі, ал ата-ана баланың қатысқанын растап, төлемді нақты үйірмеге бағыттайды. Бұндай жүйе өнім жеткізуші, ата-ана және мемлекеттік оператордың қатысу арқылы жалған қосып қою мен жалған есептер жасауға мүмкіндіктер бермейді. Тағы бір мүмкіндік, ата-аналар баланың қызығушылығы және қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, қосымша құжат тапсырмай-ақ үйірме жеткізушісін ауыстыра алады.
Төртіншіден, пилоттық жоба аясында қаржыландыру нормативтерден қалыптастыру тәсілі де енгізілді. Бұрын төлем мөлшері айлық есептік көрсеткіш мөлшеріне байланысты болса, енді базалық нормативтің мөлшерін жергілікті атқарушы органдар өздері бекітеді. Бұл шешім өңірлер арасындағы нақты айырмашылықтарды ескеру үшін қабылданды. Жалдау ақысы, жалақы деңгейі, коммуналдық қызметтер, тарифтер, инфрақұрылымның қолжетімділігі сияқты факторлар назарға алынды. Пилоттық жоба тәжірибелік эксперименттік сипатта екенін айтып өткіміз келеді. Астана қаласында алгоритмді жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін жұмыс тобы құрылды. Апробация кезінде мемлекеттік органдар мен жеткізушілердің барлық ұсыныс пікірлері қаралып, қажет болған жағдайда алгоритмге тиісті өзгерістер енгізіледі. Жаңа модельді енгізу кәсіпкерлермен және педагогтермен бірлесіп жүргізілуде. Осыған байланысты 14 шілдеден бастап қаланың 6 ауданында күн сайын сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін өнімді жеткізушілерге, балалардың ата-аналарына және заңды өкілдеріне арнап келесі мекенжайлар бойынша ашық есік күндерін өткізу жоспарланды. Ол Алматы ауданы бойынша Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайы, Бауыржан Момышұлы даңғылы 5-ші үйде, Байқоңыр ауданы бойынша нөмірі 1-ші өнер мектебі, Абай даңғылы 74-ші және нөмір 3-ші балалар музыка мектебі, Бейсекбаев көшесі нөмір 3-ші үйде. Есіл ауданы бойынша нөмір 2-ші өнер мектебі, Достық 13 мекен жайында. Нұра ауданы бойынша нөмір 85-ші мектеп лицейінде, Қабанбай Батыр даңғылы 56-ші үйде. Сарыарқа ауданы бойынша Махамбет Өтемісов атындағы оқушылар сарайы, Әзірбайжан Мамбетов көшесі нөмір 1. Сарайшық ауданы бойынша нөмір 83 мектеп гимназиясында, Байтұрсынов көшесі 35. Уважаемые представители средств массовой информации, родители и жители города. Наша встреча посвящена переходу к ваучерной системе финансирования дополнительного образования в городе Астана. По поручению президента Республики Казахстан предпринимаются меры по совершенствованию системы дополнительного образования детей. С 2021 года реализуется государственное финансирование дополнительного образования. На сегодняшний день более 54 тысяч школьников получили возможность бесплатно посещать творческие кружки, спортивные секции и образовательные кружки. Несмотря на расширение охвата детей проектом, имеется и ряд системных проблем. Родители сталкиваются с непрозрачностью очередности, дублированием заявок, ограниченным выбором организации, местами с отсутствием реального контроля за качеством оказываемых услуг. В ряде случаев выявляются неэффективные траты, низкий охват и формальный подход при распределении государственного заказа. В связи с этим принято решение о внедрении ваучерного финансирования, где каждый ребенок получает электронный ваучер, предоставляющий право на бесплатное посещение одного кружка или секции. Данный пилотный проект реализовывается, кроме Астаны, еще в 5 регионах. Это в городах Шымкент, Актюбинская область, Атырауская, Карагандинская и Кызылординская области. В новой модели ваучерного финансирования внедряется ряд ключевых решений и направлений. Во-первых, все организации, оказывающие услуги в сфере дополнительного образования, получают возможность претендовать на получение госзаказа при соответствии их деятельности установленным законодательным требованиям. Теперь присоединяйся к государственной платформе с приложением установленных документов, что является их законной заявкой на оказание услуг. Таким образом, расширяем доступ для организации на получение госзаказа, а детей на получение услуг. Во-вторых, будет полностью пересмотрен механизм формирования очереди. Как вы знаете, сегодня очередь одна для всех категорий детей, и каждый раз при постановке в очередь дети из льготных категорий, очередь заново перестраивается, откинув назад ранее состоявших. И это вызывает среди родителей недоверие к очереди. В пилоте дети будут распределены на 12 категорий с учетом их социального статуса, и каждая категория будет иметь свою очередь. В этом случае очередь, как было ранее, перестраиваться не будет, а будет идти только вперед, и родители получат возможность мониторить их через государственную цифровую платформу. В-третьих, мы обеспечим ключевой принцип новой системы «Деньги следуют за ребенком». Финансирование осуществляется только после того, как услуга действительно была оказана. То есть оплата произойдет только по факту посещения.
Посещаемость фиксируется ежедневно через государственную информационную платформу, а родитель подтверждает участие, направляя оплату конкретному кружку. Такая система с участием поставщика, родителей и госоператора исключает приписки и фиктивные учеты. Еще одна возможность: родители могут сменить поставщика без повторной подачи документов с учетом интересов ребенка, индивидуальных потребностей и возможностей. В-четвертых, в рамках пилота также изменен подход к формированию нормативов финансирования. Если раньше размер оплаты был привязан к ставке МРП, теперь каждый регион самостоятельно утверждает размер базового норматива. Это сделано для того, чтобы учитывать реальные региональные различия, то есть стоимость аренды помещения, зарплаты, коммунальных услуг, доступность инфраструктуры. Хочу обратить ваше внимание, что пилотный проект носит опытный экспериментальный характер. В городе Астана создана рабочая группа по выработке конструктивных предложений по совершенству алгоритма. Все замечания поставщиков в период апробации будут рассматриваться и при необходимости будут вноситься корректировки в алгоритм. Внедрение новой модели сопровождается диалогом с предпринимателями и педагогами. В связи с чем с 14 июля в 6 районах города ежедневно с 9 утра до 18:00 часов вечера мы запланировали проводить дни открытых дверей для поставщиков, родителей и законных представителей по следующим адресам. Это по району Алматы, дворец школьников имени Аль-Фараби по проспекту Момушулу 5, район Байконур, школа искусств номер 1 по улице Абая 74, детская музыкальная школа номер 3 по улице Бисикпаева 3, район Исиль, школа искусств номер 2 по улице Достах 13, район Нура, школа-лицей номер 85, Хабамбай Батара 56, район Сарарха, дворец школьников имени Утемисова, улица Мамбета, Азербайджан Мамбетова 1, район Сарайших, школа-гимназия номер 83, улица Байтурсынова 35. Благодарю за внимание. Если будут вопросы, мы с коллегами готовы ответить на все вопросы. Благодарим за содержательный доклад. Дорогие зрители, мы переходим к сессии вопросы-ответы. Құрметті көрермен, біз сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Бірінші сұрағымыз Қасымхан Сенғазыұлы сізге. Қосымша білім беруге арналған мемлекеттік тапсырысын орналастыру жобасына қатысу үшін ұйымдардан санитариялық эпидемиология қорытынды талап өтілінің себебі неде? Енді осындай талаптар болған. Әрине бұл талап санитарлық эпидемиология қорытындысы барлық ұйымдарға қатысты емес. Бұл әсіресе мына үлкен бассейні бар, немесе ол жерде балалар тамақтанатын, жататын болса, соларға ғана қатысты. Енді бұл санитарлық эпидемиология қорытындысы бірінші нұсқасында болған. Одан кейін біз осы жаңа Астана қаласындағы жұмысшы тобымен жұмыс жасай отырып, осы өнім жеткізушілермен бірге осы мәселені талқылай келе, біз қарап отырмыз, бір кружокқа бала 1-1,5 сағаттан артық қатыспайды. Сондықтан да мына санитарлық талаптардың қорытындысы қажет емес деп шештік. Сондықтан да қазір орталық орган оқу-ағарту министрлігімен ақылдаса келе бұған да өзгерістер енгізіліп жатыр. Сондықтан да бұл тек қана мына уведомительный характер дейді. Сондаймен жұмыс жасайтын болады. Санитарлық мына эпидемиология қорытындысын беретін орган СЭС тек қана осы қызметте осы жерде көрсетіп жатырмыз деген көрсетеді. Бірақ та мына СЭС-тің қорытындысы мына балаларға денсаулығына қауіп төндіретіндей бір мекемелерде болатын болса, сол жерлерде әрине СЭС-тің қорытындысы қажет болатын болады. Бірақ барлығына емес. Жауабыңызға рахмет. Наш следующий вопрос адресован Нуран Амангельдевичу. Какие конкретно санитарно-эпидемиологические требования предъявляются к организациям, оказывающим услуги в сфере дополнительного образования? Безопасность детей – главный приоритет. Именно поэтому ко всем объектам детского досуга применяются единые базовые санитарно-эпидемиологические требования.
В зависимости от направления деятельности кружков и секций требования будут предъявляться в сфере спорта в соответствии с правилами размещения государственного спортивного заказа, утвержденными приказом Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года номер 120. В сфере культуры по правилам размещения государственного творческого заказа, утвержденным приказом Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года за номером 122. В системе дополнительного образования на основании приказа министра просвещения Республики Казахстан от 27 августа 2022 года за номером 381 и согласно санитарным правилам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года. Все требования в указанных нормативных документах направлены для защиты здоровья детей. Это требования к соблюдению чистоты помещений, проветривания, доступ к санитарным узлам, наличие раковины для мытья рук и душевых спортивных секциях. Выдача ваучеров будет осуществляться только при соблюдении вышеназванных требований. Благодарим за ответ. Келесі сұрағымыз Қасымхан Сиғазыұлы сізге. Алгоритмде мемлекеттік және жеке ұйымдар арасында тең емес жағдайлар қарастырылған. Неге мемлекеттік ұйымдарда кезек жоқ? Енді қараңыздар, мемлекеттік ұйымдармен кейде бізде осы жеке меншік ұйымдарды шатастырып атады. Неге мемлекеттік ұйымдарға ваучер берілмейді? Бұл жерде екі түрі бар. Бірінші ол мақсатты ваучер, ол мемлекеттік ұйымдарға, және универсальный ваучер дейміз. Енді мемлекеттік ұйымдардың мақсаты бөлек. Бұл жерде өнер мектептері, музыка мектептері кіреді, оқушылар сарайы және спорттық мектептер. Бұл мектептерде бізде типтік оқу жоспары бар. Бұл жерде бала бір күн келіп, немесе 2 ай келіп, жарты жыл келіп, содан кейін басқа кружокты таңдап кете алмайды. Бұл жерге бала емтихан арқылы түседі, және де бірнеше жыл ол жерде оқиды. Және де ол жерде ол тиісті бір сыныптан екінші сыныпқа өту үшін ол тиісті емтихандар тапсырады. Сондықтан да бұл жерде бұл мемлекеттік білім беру стандартымен, типтік оқу жоспарларымен бекітілгендіктен бұл жерде негізгі мақсатты ваучер деп белгіленді. Ал мына универсальный ваучер дегеніміз, ол мына нелерге, осы қосымша білім беру ұйымдарына берілген. Енді тең мүмкіндіктер, бұл жерде енді мемлекеттік ұйымдарға қарағанда жеке меншік ұйымдарға мүмкіндіктері және нормалардың талаптары әлдеқайда жеңілірек. Егер де мына үлкен оқушылар сарайы бар, және де музыкалдық мектептер бар, оларда мына сэс-тің қорытындысын алу керек, олардың ғимараттарын тексерту керек. Оларда 100-ден астам бала бар, сондықтан да бұлар терроризмге қауіпті аймақтардың білім беру ұйымдарына жататын болғандықтан бұл жерде антитеррорлық паспорты бар, өте көп бұл жерде талаптар қойылған мемлекеттік ұйымдарға. Ал жеке меншіктерде ондай талаптар жоқ. Сондықтан да мен ойлаймын, мемлекеттік ұйымдарға қарағанда осы жеке меншік ұйымдарға талаптары жеңілірек. Жауабыңызға рахмет. Және соңғы сұрағымыз, наш последний вопрос, Азамат Казизович, адресован вам. Что делать поставщикам, у которых упразднили некоторые виды кружков и секций? Следует отметить, что данная работа ведется на постоянной основе 3 уполномоченными органами. Это Управление образования, Управление культуры и Управление физической культуры и спорта. На сегодняшний день определение перечня направления осуществляется местными исполнительными органами, что позволяет гибко учитывать актуальные запросы общества. Так, при разработке постановления по инициативе самих поставщиков были добавлены 3 национальных вида спорта. Это асығату, тоғызқұмалақ и дәстүрлі садағату. В дальнейшем работа по обновлению и дополнению перечня кружков будет продолжена с учетом потребностей детей, запросов родителей и предложений поставщиков. Но на сегодняшний день хотелось бы отметить, что упразднение каких-либо кружков и секций не производилось.
Благодарим за ответ. Құрметті... Мен қосып кетсек бола ма? Иә, әрине. Хотелось бы здесь остановиться не на нескольких вопросах. Правильный вопрос был задан моим коллегам именно мынау қосымша білім беру қызмет ұйымдары қандай нақты санитарлық эпидемиологиялық талаптар қойылады деген. Өте орынды сұрақ. Мен ойлаймын, бұл жерде де қазір Нұран Амангелдиевич толықтырып кетсек, анау және Нұран Амангелдиевичтің айтқандары, ол мына талаптар, мына денсаулық сақтау саласындағы талаптар бар, оқу ағарту саласындағы талаптар бар. Бірақ та ең басты талап талабымен біз ең бастысы балалардың қауіпсіздігін ойлауымыз керек. Балалар 10 минут болсын, қанша уақытқа келсе де, 1 сағатқа келсін, 1,5 сағатқа келсін, балаларға тиісті жағдай жасау керек. Сондықтан да мен өтінім берушілерді, өтінім жеткізушілерді, қосымша білім беру ұйымдарымен айналысып жатқан біздің әріптестерімізді осыған шақыратын едім. Біріншіден біз әр балаға өзіміздің білім беріп жатқан, тәрбие беріп жатқан, қосымша білім беру айналысып жатқан балаларға тиісті жағдайларын жасауымыз керек. Егер де тиісті жағдайлар жасалса, әрине әкімдік өз тарапынан ондай өнім берушілерді, өнім жеткізушілерді үнемі қолдайды. Сондықтан да қандай да бір консультациялар керек болатын болса, біздің мына рабочий тобымыз, өнім берушілер бар ішіндегі бірнеше жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан, сол кісілермен бірлесе сіздерге консультация беруге дайынбыз. Екінші бір үнемі көтеріліп жүрген сұрақтардың бірі, ол мына біздің балалардың мына нелері қайда сақталады, мына информационный платформа қандай болады, ақпараттық платформа қандай болады деп. Біз енді әкімдікпен көп ақылдаса келе, бұл мемлекеттік өзіміздің мына жүйеміз болады. Біздің балалардың барлық мына данныйлары, мына персональный данный дейді ғой, осының барлығы біздің мемлекеттік серверлерде сақталады. Сондықтан да біз қазір мына жаңағы айтып отырған арнайы ваучерларымыз, мына білім беру ұйымдарына беретін, соны алып жатқан балаларды уже біз сол ақпараттық жүйеге, мемлекеттік ақпараттық жүйеге қостық. Ендігі келесі аптадан бастап біз мына өнім берушілерге, мына универсальный ваучер, жеке меншік ұйымдарға осы оқытуды жоспарлап жатырмыз. Оны біз қосымша жеткізетін боламыз. Жұма, сенбі күндері қай күннен, қай жерлерде біздің өнім берушілерге оқыту өткізетінімізді. Енді мына ваучерлық жүйенің өзіге ең негізгісі мына ашықтықты, әділдікті мына ата-аналардың тарапынан осы мына бағалауды талап етеді. Әйтпесе бізде қазір ашық жүйе болмай тұр. Өздеріңіз білесіздер, дәл осындай ваучерлық қаржыландыруға біз 1 қаңтардан бастап балабақшаларды өткізген болатынбыз. Қазіргі таңда ваучерлық жүйе арқылы балабақшаларға орын алу, жолдама алу ол ашық түрде өткізіледі. Ата-аналарға ваучер беріледі. Жылдың басынан бізде 10 мыңнан астам ата-ана ваучер алды. Онымен мектеп балабақшаларға барды. Сондықтан да ол ата-аналардың қуанышында қазір біз көріп жатырмыз. Мемлекеттің қаражатының қалай жұмсалып жатқанды көріп жатырмыз. Жеке меншік балабақшалардың ішінде қазір сапаға көңіл бөліне бастады. Бағалар реттеліп жатыр. Сондықтан осындай жүйе, мына қосымша қаржыландыруға да осындай жүйе енгізіліп жатыр. Ата-аналарымыз біздің білу керек, қандай ұйымға балаларын беріп жатқандығын, ол балаға қанша қаражат төленіп жатқандығын, және де қалада ол баланы ары қаратай басқа ұйымдарға ауыстыру бойынша қандай мүмкіндіктері бар екендігін. Сондықтан осындай жүйе енгізіліп жатыр. Әлі де тек бірақ қана брифингтің негізін аясында біз түсіндіріп өттік деп айта алмаймыз. Бірақ та алдыда да әлі де түсіндіру жұмыстары өткізіледі. Жаңағы біздің ұйымдар жұмыс жасайды, біздің топ жұмысын өзі жаз бойы жүргізетін болады. Осы топтарға келіп консультациялар алуларына болады біздің ата-аналарға, өнім берушілерге. Одан үшіншісі, осыған дейін қосымша білім беру ұйымдары
бізде методикалық, әсіресе мына жеке меншік ұйымдары методикалық жағынан мына көмек көрсету жағынан біраз кенже қалып жататын осы сұрақтары. Енді біз білім басқармасының қасынан 1 қыркүйекке дейін қазір мемлекеттік ұйым құрамыз. Ол қосымша білім беру және тәрбие жұмысының методикалық орталығы болады. Дәл осы жерде біздің мына жекеменшік ұйымдар мен методикалық өнім жеткізушілер осы кісілерге арналған методикалық көмектер көрсетілетін болады. Біздің ол жердегі методикалық көмектеріміз және мына қосымша білім беру ұйымдарында өткізілетін жұмыстардың барлығы біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында жүргізу керек деп ойлаймыз. Тек қана біз бір спорттың бір түрімен айналыстырып болмай, оны спортпен айналысып жүрген балаларға тәрбиені де беруіміз керек. Ән айтып жүрген балаға да тек дауысын шығарып, вокалды немесе музыканың бір түрлерін үйретіп қана қоймай, ол жерде де тәрбиемен айналысуымыз керек. Бұл да үлкен жақсы мүмкіндік. Сондықтан да осы мемлекеттік ұйым құрылғаннан кейін осы біздің мемлекеттік ұйымымыз сол қосымша білім беру ұйымдарының ұстаздарымен тығыз байланыста жұмыс жасайтын болады. Осы ұйымның аясында әртүрлі осы қосымша білімге баратын балалардың арасында конкурстар өткізіледі. Қазір біз қарап отырғанымыз осы балалардың арасында неше түрлі ақылы конкурстар да көп болып кеткен. Сондықтан да балалардың арасында сайыстар да болып тұру керек. Әр ұйым өзінің балалардың жетістігін біліп отыру керек. Ата-аналар оған да атсалысып қатысып отыру керек. Рахмет. Мазмұнды ақпарат бергеніңіз үшін рахмет. Құрметті Қасымхан Сенғазыұлы, Азамат Қазезұлы, Нұран Амангелдіұлы, уақыт бөліп Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңына келгендеріңіз үшін алғысымызды білдіріп, қызметіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.